Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін мен сіздерге өзімнің ауырған доллар гүлімнің жағдайын көрсеткім келіп отыр. Бұл туралы бір көрерменім сұраған болатын. Сіздің ауырып емдеген доллар гүліңіз қалай өзін сезініп жатыр, сол туралы видео салсаңыз деп. Міне сол туралы сұранысқа жауап ретінде салмақшымын. Бұл доллар гүлін мен бірінші грибковый бактериальный ауруға қарсы емдеген болатынмын. Мына жапырақтары былай. Бұл грибковый бактериальный ауру негізі көбінесе теплицаларда, жылыжайларда ылғалдылықтың көптігінен болады. Бұны бордовский смеспен емдегенмін. Одан кейін ешқандай өзгеріссіз, бұндай дақтар ешқандай да көбейген жоқ. Бордовский сместің көмегі тиді десем де болады. Одан кейін 2 апта өткеннен кейін бұның топырағын, горшогын ашып қарағанда, мына жерде 3 стрелка еді, біреуі сарғайып, қурай бастаған соң топырағын ашып қараған болатынмын. Сол кезде көрсем картошкасы шіріген. Ол туралы да мен видео салған болатынмын. Ссылкасын описанияда қалдыратын боламын. Картошкасы шіріген, соны шіріген жерлерін бәрін алып тастап, мен осы екіге бөліп отырғызған болатынмын. Мына үлкендеуінде картошканың жартысы болатын. Мен суретін көрсетемін. Жарты картошкасын қалдырып, шіріген жерін бәрін тазалап, осыған отырғыздым. Ал мынаусында мүлдем картошка болмаған. Тек кішкене ғана тамыр болатын. Міне көрсеңіздер, бірнеше уақыт өтті. Өзін жақсы сезініп жатыр деп айтсам да болады, ешқандай өзгеріссіз. Мына екінші картошкасыз отырғызғанымда бүйтіп қарасаңыздар, бұл да картошка өсірген сияқты. Бұны қазір мен сіздерге ашып көрсетемін. Және мына да өзгеріс болып жатыр. Бұл жартылай картошкамен отырғызылған болатын. Мұны қарасаңыздар, сіздерге көрініп тұрса, мына стрелка шығарып өсіріп жатыр. Демек, бұда барлығы жақсы. Бұны мен ашып көрсетпеймін сіздерге. Бұл өсіп жатыр, демек жақсы. Кейін қалындай стрелка шығарғанын мен сіздерге тағы да көрсететін боламын. Басқа доллар гүлдерімен бірге. Қазір мен ашып сіздерге көрсетейін. Мінекей достар, мен аштым. Қарасаңыздар, мына ешқандай картошкасыз отырғызғанмын бұны. Әдемі, мына үлкен картошка өсіріпті өзі. Және міне, бұл да енді өсіп жатыр екен. Мына көрінсе, мына. Бұл да стрелка шығарып жатыр екен, бірақ әлі мынау сияқты топырақтың бетіне шығып үлгермеген. Көрдіңіздер ме топырақтың үстінде, бірақ бұл да уже побег жіберіп жатыр. Мына әдемі тамырлар, өте жақсы тамырлаған. Мына картошка өте әдемі картошка шығарған. Көпте ұзақта болған жоқ бұны отырғызғаныма. Өзін жақсы сезініп, жақсы көрсеткіш. Қазір қайтадан отырғызып қоямын. Және мен сіздерге мына бір доллар гүлін көрсеткім келіп отыр. Бұның несі ерекше, бұның былайша айтқанда историясы. Қалай десеңіздер, былтыр мен осы сабағын кесіп алып, өзімнің доллар гүлімнен осы бір сабағын осыған тыға салғанмын, отырғыза салғанмын. Және бұда ешқандай өзгеріссіз 1 жыл тұрды. Мына қарасаңыздар, жапырақтары сарғайып, қатты не қылды. Бұлдан өсе ма, өспей ма деп отырғанымда мен 2 күн алдын байқадым. Қарасаңыздар, бұл да стрелка шығарып, мына побег шығарып жатыр. Сіздерге көрінсе, мына. Бұл да өзінің стрелкасын шығарып жатыр. 1 жыл өзгеріссіз тұрды. Мен сіздерге доллар гүлін қалай көбейтуге болады деген видеом бар. Соны да көрсеңіздер болады. Және бұны мен былтыр отырғыздым. Және менің жапырақтан, және кесілген сабағымен кесілген жапырақтарды отырғызған болатын. Оның нәтижесін алдағы уақыттарда көрсетемін. Осы жалпы, мына өзін жақсы сезініп,
картошкасы міне бұл да побег шығарып жатыр. Барлығында өзгеріс бар. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса лайк басыңыздар және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналға да тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.